Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің назарларыңызға біз балаларға соғыс туралы кітаптан ғана оқимыз халықаралық онлайн акциясына қатыса, қыздарыма Ұлы Отан соғысы ардагерлері туралы батыр ерлігі мәңгілік деген мақаланы оқығалы отырмын. 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 1.800.000 адам қатысты. Олардың жартысы дерлік қайта оралмады. Міне бұл сұрапыл соғыстың бізге тигізген әсері осындай. Дегенмен, қазақстандық жауынгерлер бұл шайқаста ерекше ерлік көрсетті. 4 адам 2 мәрте, 500-ден аса жауынгер Кеңес одағының батырлары атанды. Оның ішінде 2 жас қыз Әлия мен Мәншүк те бар еді. Жоғарыда айтылған Қазақстаннан шыққан 500-ден астам батырлар Ұлы Отан соғысында ерекше ерлік пен қаһармандық үлгісін көрсетті. Олар ұшқыш Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Бегелдинов, Кеңес одағының батыры ұшқыш Нұркен Әбдіров, снайпер-пулеметші Төлеген Тоқтаров, ержүрек жауынгер Ыстуған Айтықов, Жанғазы Молдағалиев, Кенжебек Шәкенов, Махмұт Қайырбеков, тағы осындай жүздеген батырлар көрсеткен ерліктермен тарихта аттары қалды. Батыр Рахымжан Қошқарбаев бірінші болып Рейхстагқа Кеңес одағының қызыл туын тікті. Қазақстаннан шыққан партизан жауынгерлер қаншама. Олар Украин жерінде соғысқан Қазақстанның халық қаһарманы Қасым Қайсенов, Белоруссияны азат етуші жауынгер партизандар Әди Шәріпов, Тоқтағали Жангелдин, Ғалым Омаров, тағы да басқа міне осы аталған батырлармен қатар бұл сұрапыл соғыста ерекше ерлік көрсеткен. Оны басынан соңына дейін, басынан кешкен батырлардың бірден бірі Закария Белібаев еді. Кеңес одағының батыры Закария Белібаев 1917 жылы 9 мамырда бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Архат ауылында дүниеге келді. Бастауыш білім алып, колхозда ұзақ жылдар бойы құрылысшы болып жұмыс жасап, алғашқы колхозды ұйымдастыруға зор үлес қосты. 1939 жылы күзде Қызыл әскер қатарына шақырылды. 1940 жылдың мамыр айына дейін Киев ерекше әскери округінің 30 атқыштар полкінің жауынгері болды. Өзінің жауынгерлік жолын 1940 жылы Бессарабия, Батыс Украина халықтарының КСРО-ның құрамына қосу салтанатынан бастады. 1941 жылы 22 маусым күні фашистік Германия Совет еліне баса көктеп кіргенде 19-шы дербес аспалы көпір батальонының құрамында жаумен шайқасуға кірісті. КСРО жоғары советінің президиумының 1943 жылы 17 қазандағы жарлығымен аға сержант Белгібаев Закарияға Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені мен алтын жұлдыз медалі қоса берілді. 1944 жылдан 46 жылға дейін Варшаваны азат етуге қатысып, Қызыл ту ордені, Александр Невский, Қызыл жұлдызын ордені мен медальдарына ие болды. Ол Ұлы Отан соғысының ғана емес, екінші дүниежүзілік соғыстың да ардақты ардагері болды. Закария Белібаев ерлігі үшін екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, Кавказды қорғағаны үшін, Варшаваны азат еткені үшін, Берлинді алғаны үшін, Германия жеңгені үшін, Жапонияны жеңгені үшін медальдармен марапатталды. Ерлік бізге тағдырдың берген сыйы емес, ол ұзақ жылдар бойы отан сүйгіштік пен тәрбиенің жемісі деген екен, ата-аңызға айналған батыр атамыз Бауыржан Момышұлы. Ендеше батырлардың ерен ерлігі жадымызда сақталып, ұмытылмауы тиіс. Ұлы Отан соғысының жеңісінің 75 жылдығына байланысты батырдың ерлігіне тағзым етеміз. Зәкеңнің ерлігі қазақ халқының тарихында мәңгі сақталуы тиіс. Жансая, Нұрай, мен сендерге Закария атамыздың отан алдындағы ерлігі мен батылдығы туралы ардагер журналынан осы мақаланы оқып бердім. Мен сендерді отан сүйгіштікке шақырамын. Ал сендер не дейсіңдер? Нашым, рахмет. Батырларымыздың ендеше батырларымыздың ерен ерлігін жадымызда сақтап ұмытпауымыз тиіс. Бәріміз акцияға қатысайық.